Сәлем балалар! Бүгін біз ауа райы туралы қызықты мәліметтермен танысамыз. Ауа райы күн сайын өзгеріп тұрады. Кейде күн ашық болады, кейде жаңбыр жауады, ал кейде жел соғады. Күн бізге жарық пен жылу беретін өте маңызды жұлдыз. Күн шыққанда дала жарық әрі жылы болады. Күн шыққан кезде біз серуендейміз, ойнаймыз және жақсы көңіл күйде жүреміз. Аспандағы ақ және сыр түсті пішіндер бұлттар. Бұлттар аспанда қалқып жүреді. Бұлттар жаңбыр мен қар әкеледі, ал кейде жай ғана әдемі және әртүрлі болып көрінеді. Жаңбыр бұлттан жауады. Жаңбыр өсімдіктерге, ағаштарға және гүлдерге өте қажет. Жаңбыр жауған соң жер жасыл болып, табиғат әдемілене түседі. Найзағай. Кейде қатты жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Найзағай кезінде күн күркірейді, жарқылдаған жарық көрінеді. Мұндай кезде үйде болған дұрыс, балақай. Жел — бұл қозғалатын ауа. Жел соққанда ағаштар тербеледі, жапырақтар ұшады. Кейде жел жай ғана самал жел, ал кейде қатты дауыл болуы мүмкін. Жаңбырдан кейін күн шықса, аспанда кемпірқосақ пайда болуы мүмкін. Кемпірқосақ өте әдемі. Оның 7 түрлі түсі бар. Балалар оны көргенде қатты қуанады. Міне балалар, ауа райы осындай қызық. Күнде аспанға қарап, ауа райын бақылап жүрейік.